Бұл ескі Майкл Чендлер. Тек газ басамын, задний жоқ менде. Сол үшін pay-per-view'ді сатып алып үлгеріңдер. Егер Оливейра артынан қайтадан қылғындырса, сен секіресің бе, немесе басқаша қашасың ба? Ол өз үшін алғысы келеді, ал мен оны тағы да жеңе алатынымды дәлелдеймін. Өткен нәрсе өтті. Осы сәтпен өмір сүремін. Иә достар, бүгін біз UFC 309-дың пресс-конференциясын тыңдайтын боламыз. Бұл картта Оливейра мен Майкл Чендлер және де Джон Джонс пен Миочич шығатын болады. Сіздермен солай де арнасы. Біз бастаймыз. Көптердің қателігі ойлар. Бөлмені допингке қарсы күрес агенттігі Бірақ та мен бұл жайлы ештеңе білмеймін. Шалқаттың ағылшынша тілі де келмейді. Трэш-ток жасайтындай. Әрине, маған да титуліне жекпе-жекке дейін өте жақын тұрмын. Сондықтан да тек қана маған жеңіс керек. Чарльз Оливейра жайлы айтсақ, онымен соңғы жекпе-жекте сен UFC белбеуін алу үшін бір ғана қадам қалған еді. Енді осы демалыста қайтадан белбеу алуға мүмкіндігінен айырып, Конормен жекпе-жекті тартып алуы да мүмкін. Сондықтан Оливейраны сенің жолында тұрған, мансабына кедергі келтіріп тұрған жауынгер десе бола ма? Сенің жеңуіңді қажет ететін. Бұл қайта құлшыныс береді маған. Әлбетте бұлай айтуға болады. Түсінесің бе? Бұның барлығы осылай болуы қажет еді. Енді осы жексенбіде менің қолымды көтеріп, белбеуге таласуға мүмкіндік алатын жауынгер атанамын. Және Оливейра менің арманымды бұзған жауынгер болып шықты. Жеңіл салмақта чемпион атануым үшін. Және де бұл спортта жеңуге сәл қалды дейтін әңгіме жүрмейді. Оливейра мен жекпе-жекте 10 төреші болуы мүмкін еді, және біз 10 түрлі қорытынды көрер едік. Мен қолымды сілтеп бұған ашуланбаймын, бұл спорт. Және Оливейра тағы да бір жолымдағы 2 қолы, 2 аяғы бар қарсылас. Мен Мэдисон Сквер Гарденда топ жанкүйерлер алдында өнер көрсетемін. Шатырларымды тайдыртамын. Не үшін, кім үшін шайқасатынымды көрсетемін баршана. Өзімнің кім екенімді көрсетемін. Сендерді дүр сілкіндіремін. Сендер бұндай күшті сценарийді таба алмайтындай қыламын. Адамдар қайта оралған кезді ұнатады. Менің оралуым ерекше болады. Егер Оливейра артынан қайтадан қылғындырса, сен секіресің бе, немесе басқаша қашасың ба? Білмеймін. Себебі Оливейра кімге қарсы шығатынын білмеймін. Ол жігітті танымаймын. Кей уақыттарда ол жігіт абайсыз шешімдер қабылдайды. Көреміз не боларын. Бұл ескі Майкл Чендлер. Тек газ басамын, задний жоқ менде. Сол үшін pay-per-view'ді сатып алып үлгеріңдер. Ал бүгінгі бейнеміз Саматтың арқасында шыққан болатын. Көп алғыс айтамын. Барлық арнамыздың дамуына кетеді. Ал егерде сіз келесі бейненің шығуына септік тигізгіңіз келсе, онда осы нөмірге кез келген қаражатты жіберсеңіздер болады. Алдын ала алғыс айтамын. Сен, Пори, Оливейра, сендер жеңіл салмақтағы үнемі бір жеңіс алда жүретін жауынгер секілдісіңдер. Сен 2 рет жеңілсең де бір жеңістен кейін белбеу үшін күресуге мүмкіндік аласың. Себебі Пори бір жеңілістен кейін жеңіп белбеуге шайқасты. Түсінесің бе, бұл тәжірибе тізіміне байланысты. Мен бұл тізімде болғаныма қуаныштымын. Тек менде ғана Пори секілді UFC-де жекпе-жектерім бар. Әлде Оливейра сияқты. Енді UFC-ге келгелі бірнеше жекпе-жекке шықтым. Нокаутқа жібердім Дэн Хукерді. Енді Хукер мені озып кетті, себебі қайта келіп тірілді. Айтқым келетіні бұл ең қатыгез әрі ең қызықты салмақ дәрежесі UFC-дегі. Және бұның бір бөлшегі болғаныма қуаныштымын. Ал жексенбіде мені одан әрі қуантатын нәрсе ол белбеуге үміткер болып Арман Сарукянмен немесе Ислам Махачевпен шығуым. Чендлерді жеңгеніне біраз уақыт өтті. Содан бері не өзгерді? Сен жарқын жекпе-жек көрсетіп қоймай, жеңген едің сол сәтте Чендлерді. Өткен нәрсе өтті. Әзіргі сәтке шоғырланудамын. Бұл үлкен концерт болады. Тәжірибе бар. Ол өз үшін алғысы келеді, ал мен оны тағы да жеңе алатынымды дәлелдеймін. Өткен нәрсе өтті. Осы сәтпен өмір сүремін. Өш алу жайлы не ойлайсың? Екінші рет қарсыласпен кездесуге дайынсың ба? Чендлер сенен өшін аласы келіп жүр. Сен үнемі өзіңді шындап жүруің қажет.
Мен үнемі залға оралып шынданып жүрем. Қарсыласты жеңдім бе, жеңілдім бе, маңызды емес. Мен тек мықты болғым келеді. Кей нәрсені өзгертіп, Миллерден жеңілгенмін, сосын мықты болып оралып, оны жеңіп кет. Ник Лэндис те мені жеңген, оралып, оны да қайта жеңдім. Сондықтан Майкл Чендлерді жеңгенмін. Енді қайта оралып жеңгім келеді және бұған дайынмын. Чендлердің сөзінше Майкл Чендлер 1-0 нұсқасы тек қан төгісті қалаған, ал Майкл Чендлер 2-0 нұсқасы сенің санаңды сенен бөлек айыратын нұсқа деген болатын. Бұл жайлы не ойлайсың? Керемет, мен сонда құрқырап тұрам ба? Оның қалауы керемет, ол алғашқы рет жеңіл салмақтың чемпионы болғысы келеді, ал мен екінші рет болуды көздеп тұрмын. Мен дайынмын, осы үшін келгенімді білесің. Майкл Чендлер менің бірінші қадамым чемпиондық титул жолында. Оны бір рет жеңдім және тағы да жеңемін. Басты карттағы Джон Джонс пен Миотичтің жекпе-жегі жайлы не ойлайсың? Екі аты шулы керемет жауынгерлер, бірақ кішкентай кезімнен пір тұтатын сүйікті жауынгерім жеңеді, ол Джон Джонс. Егер де осы жексенбіде жеңетін болсаң, кіммен шыққың келеді? Арман Сарукянмен бе, немесе Ислам Махачевпен бе? Маған бәрібір, кімде белбеу болса сонымен шығамын. Арманмен шыққым келеді деп отырмаймын. Арман Ислам жекпе-жегін бірінші қатардан қарап отырамын. Кім жеңсе сонымен шығам. Соңғы жекпе-жегін даулы өтті. Арман Сарукяннан жеңілмедің дейді көбісі. Ал сен бұл жекпе-жектен не нәрселерді түртіп үйреніп алдың? Бұл жекпе-жекте көбісі мені жеңді дейді. Кейбіреуі жеңілдің дейді. Менімше мен бірінші және үшінші раундты жеңдім. Бірақ бұл жекпе-жек өтіп кетті. Отырып ойланғым келмейді. Келесі жекпе-жекке қарай жылжимын. Сондықтан мен аңшылыққа шықтым. Не болса да маған маңызды емес. Алға қарай басамын. Тағы да бір жарқын жекпе-жек өткізгім келеді. Әрине, менде өзімнің жоспарым бар. Стипе Миотич UFC-дің супер ауыр салмағындағы ең тәжірибелі жауынгер деп есептейсің бе? Мүмкін сенің мансабындағы ең мықты қарсылас болар. Менімше, Дэниел Кормье ең тәжірибелі жауынгер болар. Оның күресі олимпиадалық дәрежеде, оның боксы ыңғайсыз. Бірақ Миотич Дэниел Кормьені ұтты. Миотич осында болуға лайық. Ол төбелесіп біледі және үнемі формада. Оның шыдамдылығы да бар және оң қолы бар, білсеңдер. Оң қолымен прямой немесе хук, әлде апперкот лақтыруы мүмкін. Бұл оның қаруы. Бұл оның мықты жағы. Көреміз осы жексенбіде не боларын. Бұл жекпе-жектерде кім жеңеді деп ойлайсыздар? Өз ойларыңызды астыдағы пікірге қалдырып жазып кетіңіздер. Арнамызды қолдап жазып жатқан пікірлеріңізге алғыс айтамын. Қарақалпақстанға да сәлем. Сіздермен болған Сол ID арнасы. Жақсы жаңалықтарда жүздескенше. Қош аман, сау болыңыздар.